Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Мұрат Қабденов жеке құрам қызметкерлерінің ұл-қыздарына арнайы жаңа жылдық кеш ұйымдастырды. Оқушылар сарайында өткен іс-шара балаларға, ата-аналарға ерекше мерекелік көңіл күй сыйлады. Полиция генерал-майоры Қабденов Мұрат Талапұлының бастамасы осындай жеке құрамның қызметкерлерінің ұлдарын, қыздарын болашағында осындай бір мерекелік іс-шара өткізу соғыстың нұсқауы. Ең алғаш кішкентай қонақтар жасыл шырша жанына жиналды. Мұнда ертегі кейіпкерлері мен Аяз ата Ақшақар келіп, балаларды жаңа жылмен құттықтады. Сарай, әсем шыршамыз тұр, сондай сүйкімді балдырғандар. Қане достар, бүгін бәріміз өз өнерімізді ортаға салайық. Мерекеге орай лайықты сахналық киінбеген бүлдіршіндер әсем ән шырқап, мың бұрала би биледі. Генералдың жаңа жылдық тосын сыйы мұнымен толастамады. Яғни түркістандық полицейлердің ұл-қыздары оқушылар сарайының концерт залына өтіп, ертегі қойылымын тамашалады. Сондай-ақ балаларға облыстың бас полицейінің атынан жаңа жылдық сыйлықтар таратылды. Өз кезегінде жеке құрам қызметкерлері іс-шараны ұйымдастырып, ұл-қыздарына мереке сыйлаған генерал Мұрат Талапұлына алғыс білдірді. Қанша жылдан бері жаңа жыл балдарға ұйымдастырмаған енді Қабденов генерал-майор Қабденов мырзаға алғысым шексіз. Ертегі кейіпкерлері Ақшақар мен Аяз атаны көріп, балапандарымыз мәз-мейрам болып көтеріліп қалды. Мынау бас жылы өзінің бақытымен кетсе, қайын жылы бақытымыз қуаныш әкелсін, еліміз тыныш, жұртымыз бақытты өмір сүре берсін.